Қазақстанның жеті кереметі жоба орындаған сағындық жетекшісі Мұқанова Тоғжан. Еліміз рухани, тарихи құндылықтарға өте бай екенін білеміз. Ауылымызда хан, би, батыр, тіпті әулие шыққаны дәлелденген. 1797 жылы өлтірілген Есім хан, жоңға шапқыншыларға күрескен батыр Байбарақ батыр және де Абылай ханнан қанжар алған Жәнібек би. Ауылымызда осы аталғандардың ұрпағы өмір сүруде. Осы жоба арқылы жұртшылықты ауылымыздағы тарихи орындарға саяхат сүруге шақырамын. Мысалы, мен Қазақстанның керемет жерлерін осы 5 жерде аламын. Жалпы ұзын бойынша еліміздің ең басты құндылықтарының және ең басты кереметтерінің бірі бұл Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. 14 ғасырдан бері сонау сақталып келе жатқан бұл кесене қазақ елінің, тіпті түркі елдерінің символы ретінде сақталады. Тарихқа негізін болсақ, 1396 жылы Орта Азияның билеушісі Ақсақ Темір Қожа Ахмет Яссауидің ескі мазарының үстіне кесене салдырып, оны мұсылмандардың тәуелді ететін жеріне айналған екен. Бұл көрнек кесенеге жыл сайын мектебіміздің оқушылары, мұғалімдері саяхат сүруде. Мысалы, Ақсамал Сәдіқұлқызы отбасымен бірге. Келес Шаңтербетер кесене бұл Қорқыт Ата кесенесі. Қорқыт Ата түркі дүниетанымындағы ең ерекше тұлғалардың бірі. Қазақ халқы арасында Қорқыт Ата туралы көптеген аңыз бар. Қорқыт Ата ол түркілер арасында тәңірмен жалғастырушы болып саналған екен. Әрбір стела әр тарапқа таралғаннан кейін оның жел арқылы онда қобыз үнін шығады. Кереметтерді айтып жатыр екенбіз. Келесі бұл Бекет Ата кесенесі. Ақтаудағы Бекет Ата кесенесі. Маңғыстауда Бекет Ата жерасты мешіті елімізде теңдес тарихи ескерткіш, рухани құндылығы аса жоғары келіп орын. Елордада Медин адам Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, ал Маңғыстауда Пірбекет деген ислам дінінің өркендеуіне өлшемес ұғым қосқан, өлшемес үлес қосқан ғұламаларда ұлықтайтын ұлағатты сөз бар. Оланды жерінде Бекет Ата мешіті Ақтау қаласында 290 шақырым қашықтықта орналасқан. Мінекей, қазақ елінің кереметтерін тек 7 емес, не 70, не 700, бірақ та өз өлкемдегі Есім хан мен Байбарақ батырды айтуым міндетім деп санаймын. Мысалы, Есім хан 1795-1797 жылдары кіші жүзде билік еткен, 1739-1797 жылдары өмір сүрген. Ол Нұралы ханның ұлы, Ералы ханның мұрагері, ал Әбілқайыр ханның немересі. Қазіргі таңда жыл сайын мектеп оқушылары экскурсиямен Есім ханның ескерткішіне барып саяхаттауда, және бұл тоқтамайды. Келесі қаһарлы да ержүрек жауға шапқыншылығына қарсы күрескен батырымыз Байбарақ батыр кесенесі. Ауылымызда 16 шақырым жерде Байбарақ аталатын мазарда батырдың долағасына ұқсас 8 қанатты кесенені көзің шалады. Бұл Байбарақ батырдың 8 қылы бір сырлы екенін білдіретін мазар. Байбарақ Құдайқұлы батыр есімі ел ұранына айналған тұлға. Ауылымызда қызығушылық танытқан әр адам бұл кесенені көрген. Жеті кереметке барған ауыл адамдары туралы айта жөне көрсете отырамын. Өлкеміздің жеті кереметіне барған оқушыларымыз аудан тарихына бойлай өткен. Елімнің жеті кереметі мен үшін отырардағы Арыстан Баб, Қорқыт Ата, Түркістандағы Яссауи, Бекет Ата кесенелері, Сарайшық, және Бөкей Ордасы және Оқжетпес. Батыс Қазақстан үшін жеті керемет бұл Тақсайхан шайым, Хан Ордасы, Салық орманы, Қызыл мешіт, Чапай мұражайы, Сырым кесенесі, Қаратөбедегі алаш зиялылары сезі өткен үй. Менің ауылым Базаршыланның жеті кереметі Сарматтар обасы, Байбарақ батыр, Есім хан қаралған тақта Жәнібек қанжары. 100 жылдан астам тарих бар мектеп. Жоңға шапқыншылық кезінде аттан түспеген батыр Байбарақ кесенесі ауылдан 16 шақырым жерде Жәнібек 1693-1791 жылдар өмір сүріп Абылай ханнан қанжар алған. Қорытындылай келе, бүгін еліміздің көрнекті де керемет жерлеріне сыр шерттік. Және бұл әлі де жалғасады. Еліміз тарихи мұраларға өте бай. Менің де ойым осында. Әр адам өз өлкесінде кімнің болған, не болған білу керек деп есептеймін. Сондықтан мен сіздерді елімізге саяхат шеруге, елімізде көптеген тарихи өлкелерге саяхат жүруге шақырамын.